Сәлеметсіздер ме? Қызылорда облысы, Арал қаласы, Арал индустриалды-техникалық колледжі. Пән электроника негіздері мен жалпы электротехника. Сабақтың тақырыбы Киргофтың бірінші және екінші заңдары. Оқытушы Кыркабакова Жанна Кужегелдиевна. Сабақтың мақсаты Киргоф заңдары туралы мәлімет беру, сұлба арқылы формуласын түсіндіру. Густав Роберт Киргоф 1824 жылдың 12 наурызында Кёнигсберг қаласында дүниеге келген. Берлин ғалымдар академиясының мүшесі. 1846 жылы Кёнигсберг университетін бітірген. Оптика, электродинамика және физиканың салаларымен айналысқан. 1859 жылы жылулық сәуле шығару құбылысының негізгі заңдарының бірін ашты және физикаға абсолют қара дене ұғымын енгізді. Киргофтың бірінші заңы. Тізбектеп қосылған энергия көзімен тұтынушылардан тұратын электр тізбектерінде барлық тізбектегі ток электр қозғауыш күшіне және кедергі, я болмаса қандай да болмасын тізбек учаскесіндегі ток, кернеу, кедергі арасындағы қатынас Ом заңымен анықталады. Бірақ көбінесе іс жүзінде қолданылатын тізбектегі ток қандай да болмасын бір жерден шығып, әртүрлі жолменен тарап, бір немесе бірнеше нүктелерде ұшырасады. Ұшырасу нүктелерін бірнеше өткізгіш сымдар түйісіп ұштасады. Мұндай түйісу нүктелерін түйіндер деп атайды. Ал қатар жатқан екі түйіндерді қосатын тізбек учаскесін тізбек тармағы деп атайды. Тұйықталған электр тізбегінде электр зарядтары оның бірде-бір нүктесінде жиналып қала алмайды. Өйткені бұл тізбек нүктелерінің потенциалдарын өзгертуге алып келер еді. Сондықтан да бір түйінге белгілі уақыт бірлігінде келетін электр зарядтары сол түйіннен сол уақыт бірлігінде кететін зарядқа тең. Егер түйінде бағыттары әртүрлі тоғы бар бірнеше өткізгіш сымдар ұшырасса, онда теңдіктің сол бөлігіне түйінге келетін тоқтардың қосындысы жазылады. Ал оң жағында түйіннен кететін тоқтардың қосындысы жазылады. Бұл формула Киргофтың бірінші заңы болып табылады. Киргофтың бірінші заңын былай тұжырымдауға болады. Электр тізбегіндегі түйінге келетін тоқтардың қосындысы осы түйіннен кететін тоқтардың қосындысына тең. Немесе электр тізбегінің түйін нүктесіндегі тоқтардың алгебралық қосындысы нөлге тең. Бұл жерде түйінге келетін тоқтарды оң, ал түйіннен кететін тоқтардың теріс тоқтар деп атауға болады. Киргофтың екінші заңы. Киргофтың екінші заңын былай тұжырымдауға болады. Кез келген тұйықталған электр тізбегінде барлық электр қозғауыш күштің алгебралық қосындысы осы тізбекке тізбектеп қосылған кедергілерге түскен кернеулер қосындысына тең. Теңдеулерді құрғанда тізбекті айналып өту бағытын анықтап алады және осы топтарға кез келген бағыт береді. Егер электр тізбегіне бағыттары бір-бірімен тура келетін екі электр қозғауыш күш сәйкес қосылған болса, онда тізбектің жалпы электр қозғауыш күші осы электр қозғауыш күштің қосындысына тең. Егер тізбекке қосылған екі электр қозғауыш күшінің бағыттары бір-біріне қарама-қарсы болса, онда тізбектің жалпы электр қозғауыш күшінің осы көздерінің айырымына тең. Электр тізбегіне электр қозғауыш күшінің әртүрлі бағытына болатын бірнеше энергия көзі қосылса, онда оның жалпы электр қозғауыш күші оның бағытына сәйкес екені анықталады. Яғни бір-біріне қарама-қарсы бағытталған электр қозғауыш күш теріс болады, ал осы керісінше болса, онда плюс болады. Осы тұжырым Киргофтың екінші заңына бағынады. Киргофтың екінші заңы бойынша электр сұлба. Электр сұлбада бірінші контур, екінші контур және үшінші контур бар. Электр қозғауыш күшінің бағыты контурдағы өтетін электр қозғауыш бағытына сәйкес келетін болса, онда ол бағытқа біз оң деген белгі қоямыз. Формуласында Е тең I1
қосу белгісімен қоямыз. Келесі E2 ол да біздің контурдың бағытымен сәйкес келеді. Оған да оң деген белгі қоямыз. Екінші контурды қарайық. Екінші контурда біздің электр қозғауыш күшіміз контурдан өтетін электр қозғауыш күшке қарсы бағытталған. Оған теріс белгі қоямыз. Ары қарай R3 оның бағыты біздің контурдағы бағытқа сәйкес келеді. Оған оң белгі қоямыз. Үшінші контур. Үшінші контурда R3 электр қозғауыш күштің бағыты бұл жерде біздің контурмен бірге. Оған оң бағыт, және мына жерде назар аударыңыздар, біздің контурға қарсы. Онда оған теріс белгі қоямыз. Киргофтың екінші заңы бойынша электр сұлбасының формуласын тауып, оған бағыттар беріп, белгі қойдық. Назарларыңызға рахмет.